Екі ақ заттан жасалатын осындай өте дәмді балмұздақ жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Ең алдымен сливкімізді аламыз. Жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Үстіне сгущенкамызды қосамыз. Және де жақсылап тағы да қоюлап миксерлеп аламыз. Одан кейін бір ыдысымызға осындай вафельный коржымызды саламыз. Үстіне сливкімізді құямыз. Одан кейін жақсылап барлығын тегістеп шығамыз. Үстіне қалған вафельный корждарымызды салып шығамыз. Одан кейін бетін жауып, холодильнигімізге салып қоямыз. Мінекей бізде осындай өте дәмді балмұздақ шығады. Жасап көріңіздер, балаларыңызға, жанұяңызға ұнайды деген сенімдемін. Егер де менің рецептім ұнаса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.